Достар, мына нөмір нәрсені көріп тұрсыңдар ма? Осының кесірінен серия көп шықпай қалды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Мари. Достар, бүгін біз өзіміздің летсплейімізді жалғастырамыз. Иә, достар, білемін, көптен бері летсплейіміз шықпай қалды. Бір жағынан енді сабақ шаруалармен жүрдім. Соның кесірінен көп бөлім шықпай қалды. Бір жағынан интернеттің скорость жылдамдығы да азайып кетті ма, сондай бір нәрселер болды. Енді мынау дейтін үлкен моба ферма. Мынау дейтін енді үлкен проект айтқанда мына жақта моба ферма тұр. Мынау пока что енді бір этаждық, бір слой десек те болады. Өйткені тек қана бір отдел салдым, сосын тағы да жоғарына тағы да сондай қылып не саламын, тағы да этаждар. Міне осындай не шықты. Енді қазір бізде мобтар әлі құламай жатыр, не екенін білмеймін. Қазір енді құлау керек, не болса да. Мынаның бәрін енді пещеректі қайдан таптым десеңіздер, қазір мен дейтін сіздерге как раз дайындап қойдым бәрін. Қазір мен бәрін білесіздер ма, мен жоғалып кеттім бұл жақта. Сондай пещерадан шықтым да, сөйтіп не істедім, жоғалып кеттім, бірне болып кетті. Сондай жерге барамыз, қазір сол жерге. Как раз координатын дейтін бірінші сериялардан біліп алдым өзімнің летсплейімнің. Сосын осында келдім. Қазір біздің координат 200-ге дейін барғанда, қазір мына жоғарыда көріп тұрсыздар, позиция дейтін 200 болғанда, сонда біз өзіміздің территориямызға жетеміз. Мына жақта ма қазір? Так, мына жақта болу керек. Так. Осы сияқты меніңше. Иә. Осы жер. Енді қазір біз қай жақтан тоқтадық? Біз дейтін мына жақтан тоқтадым, мен қазір сізге көрсетейін. Қай жерді қаздым, не істедім, соның бәрін көрсетейін сіздерге. Так, мына жақ. Иә, менің нем тұр, қайығым тұр, мана келген. Енді мына жақта біз дейтін көп нені таптым, мен дейтін қазай бердім. Короче, жалғып кеттім, нені қазып бар ғой, құмды қазам деп. Кәдімгідей жалғып кеттім. Мына жақта енді заттар олап жатыр, мен дейтін мына жақта не істедім де, мынандай қылып көті салып тастадым да. Мынаның даусына жыным кетіп бар ғой, қорқынышты. Так, еще бар ғой, ана песчаный зомбилар ма, күнге күймеу ма бірдеңе ғой да. Басында телпеймін. Мен мынандай қылып не қаздым, енді өйстіп қазан деп жалғып кеттім, кәдімгідей бар ғой. Сосын мына шықтым да, кішкене көп күректер шығарып алдым да. Сосын мына жерде бір үлкен тау болды, қазір көрсетейін. Так, мына жерде енді тіп-тіке болып тұр, көріп тұрсыздар ма? Мына жерде үлкен тау болды, соны қаздым. Сосын ананы моба фермамызды салдым. Енді мына жақта болу керек. Так, мынау адамның қарнын аштыратын сияқты да, бірдеңе сияқты, сондай бірдеңесі бар мынаның. Короче, қазір бізде мына жақта бірдеңе болу керек. Даныш тауып алдым, мынаған жыным кетті, театр. Міне біздің жауымыз, басты жауым мен дейтін. Нормально тұрып жатық қой. Мауын жүгіріп кетті ғой енді. Ей, братишка, не надо. Тұра тұр. Амдикшал, не дейсің маған? Баба, на, красавчик. Лук. Так, бізде не стрела бар ма? Так, атсасын ба, братишка? Аттызын ба менімен? Мына жақта болу керек, қазір қараймыз оның бәрін. Тұра кет. Опа, тағы да қалады да. Так, луктар қайтайда қалай берді? Так, красавчик. Енді қазір ол менің қай жақта екен? Енді қазір іздеп жүрмей ақ қояйық. Енді ауылға барайық қазір. Мына қайыққа отыра берейік. Так, отыр, кеттік жүр. Ауыл жаққа қайтайық, сосын сіздерге өзгерістерді көрсетемін, тағы қандай өзгерістер болғанын. Өзгерістерден енді көп өзгеріс болған жоқ. Енді құттай 1-2 сағат ойнап қоям арасында. Сонымен ана үлкен моба ферманы салдым. Сол 1-2 сағат ойнап, іш пысқанда, сондай да ойнағанда, сондай қылып әйтеуір бірден қылып моба ферма салдым. Енді көп уақыт кетті десек те болады. Енді вообще Майнкрафттың ішінде ойнағаннан қанша уақыт кетті, ол уақыт кеткені қазір тұратыны құттай тамай деп олайын. Енді общий санасақ 4-5 сағат шығар енді Майнкрафт ойнағанда. Енді бір үзіліп 30 минуттан ойнадым да, солаймен енді
5-4 сағат шығып қалатын шығар. Енді мына жаққа бұйырса ертең не салу керек, андай қайық жағажайға келеді ғой бүйтіп, сосын кіре салады, сондай типа сондай қылып бірдеңе істеу керек. Сол комментарий жазып кетін. Топа мына жаққа освещение керек бізге. Освещение қайда? Нормально. Ұйықтап алайық қазір. Ұйықтап алайық. Освещение қайда? Так, нормально. Нормально болды. Енді қазір бізге ана қойларды ма или мүмкін не істейміз ба? Ферма тростника істейміз ба? Сөйтейікші, бүгін сонымен айналысайықшы. Так, ол үшін бізге қазір бар заттардың бәрі бар жалпы. Енді қазір бәрін орналастыру керек. Қазір немен так, мынау керек қазір бізге. Мынау керек емес. Так, сосын бізге қазір не керек? Бізге рельстер керек. Сосын так. Бізге тау нелер керек қазір. Ағаштар керек. Ағаштар мына жақта бар бізде. Так, мынаны шап. Нөм болып кетті оны. Мынау кім? Қой. Братишка. Ку-ку. Читер. На. Хорош. Так, енді қайда манаға біздің касание? Разделить. Так, басыл шеш. Хорош. Енді хорош деп қайда көп түсірмей кеткеннің кесірі-ау деймін осы. Уже камераға записке сөйлеуді ұмытып кеткенмін ба, 3-4 күн болса да. Бірақ енді қайттан жөнделеміз ғой, не болса да. Жөнделеміз, бәрінде жөнделеміз. Так, мына жақтан қазып шығайық бәрін. Тұп. Енді ана жақта қазір өзгеріс бар, тағы да көрсетемін бір өзгерістерді. Бәрін көреміз, бәрін қараймыз. Қазір бізге тростник бар, сосын жалпы бұлай тұра берсе де ештеңе етпейтін еді, бірақ мен дейтін енді андай нелерді жақсы көремін өзім, механизмдерді. Сондықтан қазір бүгін жалпы дейтін мен анандай не салайын дедім. Біріншімен білесіздер ма, мен дейтін пшеница фермасын қалай салатынын көрсеттім. Типа сондай рубрикаға видео түсірейін дедім, бірақ енді қазір серияда дым істемейтін болғасын, қазір сонымен айналысайық. Қазір не болса да спойлер болсын. Так, мына жақта бізде не жүрген сияқты кетті, паук. Мына паукқа ұқсап кетті. Так, бізге қазір мынау керек. Так, мынау керек, сосын мынау керек. Так, тағы не керек бізге? Так, бізге болған сияқты да, пока что болған сияқты. Так, енді қазір бізге мынандай не керек? Наблюдатель керек. Сосын вагонетка керек. Вагонетка. Сосын көп не керек бізге? Ағаштар керек. Ағаштан. Так, мынау бұлай. Так, жоқ. Дұрыс. Так, бұлайынан. Сосын загрузочный не керек бізге? Вагонетка. Сосын, так, мынандай нелер істейік. Сосын қазір рельстер қайда? Міне шықты. 4, 6, 12. 12 жарайды бізге. Енді тағы да 1-2 не керек бізге? Так, не төгін істейік. Сосын 2 мынандай нет. Воронка керек. Так, 2 воронка. Все. Осылаймен болған сияқты. Енді поршень керек қой бізге тағы да. Так, поршень. Поршень керек бізге. Так, поршень. Жетпей ма не қазір? Тағы да шығарып шығайық қазір. Так, или булыжник керек па оған? Солай осы. Булыжник керек сияқты осыған. Так, булыжник бізде бар екен. Так, мына жақта. Так, енді қазір біз дейтін не істейміз? Тағы булыжник керек қа бізге. Сосын ана жақтан құрай салармыз. Так, енді қазір орынды ойластыру керек, қай жерге істейтінімізді. Оның бәрін қараймыз. Так, айналайын. Так, қазір бізге булыжник керек қой да? Булыжник. Түйт қой. Ой, түстеме далаға қойма сен. Так, мына жақтан қаза салайықшы, ана жаққа бармас үшін.
ертең жауып тастармын бәсеуір жауып тастаймыз ертең. Так, тағы біреу, тағы да керек, тағы да керек. Айтпақшы печка салу керек еді, бірақ печканы ертең салатын шығармын. Енді көреміз қазір. Печка. Автоматическая печка ғой, андай қыттай болса да. Сондай қылып істеймін ба, қазір көреміз енді. Так, бірінші қазір бізге поршень. Так, 9-дан істейміз, 7-ден істейік. Или 8. 8 нормально болады сияқты. Енді қазір қолымызға кирка жасалды ма? Так, жасалған жоқ. Так, лопатаны енді күректің кубын сындырып тастадым мен. Кубы кетіп қалды. Так, енді строительный материал керек қой бізге. Строительный материал ретінде бізге ағаш жарайтын секілді деп ойлаймын енді. Ағаш. Или потом ауыстырып тастармын орындарын. Біз жақта айтпақшы не бар ғой? Так, бізде күшті материал бар бір. Күшті материал бар. Соны ала салайық қазір. Тұратыр, былай аш, жап. Міне жақта бізде офигенный материал бар. Міне, осы материал бізге керегі қазір. Так, былай лақтырып кетейік. Сосын қазір қайдан саламыз? Міне жақтан салайықшы қазір. Міне жақта бос орындар бар бізде. Қазір мынаның қасында емес енді әрине. Так, бос орын дегенде, так, мына мабоферманың алдына істей саламыз ба? Или мына жерден бастай берейікші. Енді орын талғамай қойық. Осы жерден. Так, былай. Так, 4, 1, 2, 3. Так, тұратыр. Бұлай емес, қазір. Бізге қазір тростник керек. Сосын астынан қазып шығу керек қазір. Ойбай, мына біздің тығылып қалған жерлеріміз шығып жатыр ғой. Әдейі тығып қойған жерлеріміз. Так, енді қазір бұлайынан астын қазамыз. Су өткізу керек әрине. Енді сусыз тростник жерге егілмейді. Сондықтан қазір су жүргізіп шығуымыз керек. Так, бізде не бар ма? Так, жері бар екен. Как раз қазған. Так, енді бұлайынан шық. Бұлайынан кір шық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, су. Так, осылай. Так, сосын қазір бізге не керек қой? Ойбай, не су жүргізбеппіз ғой біз әлі. Қуам менде бар ғой. Осындай қуатын жерлерім бар менде. Так, бұлайынан. Сосын бұлайынан. Қас шық. Так, что-то кубын демек еттін деймін да. Так, ештен етпес, енді көптен бері серия шыққан жоқ, сондықтан жөнделеуге тырысамын қайттан. Бұлайынан. Енді өзім андай нелерді бірдеңе салып атқан кездерде осындай үндеме қалам. Сондықтан ештен етпес. Достар, ештеңе етпес. Так, мына жақта бұлайынан жауып тастаймыз енді. Так, жоп. Енді тағы қазір бізге бұлайынан өшет. Так, бұлайынан енді қазір бізге тағы да слой керек, бір слой. Өткені 3 неден тұрады ғой да бізде. Так, 3. Так, енді поршень керек бізге. Поршень. Так, бет поршень қойшамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді внимательно қарап алыңдар енді. Так, 7, тағы да біреу керек. Дұрыстап тұрып қарап алыңдар. Енді өздерің сала аласыздар, өйткені оппанай механизм бұл дейтін.
сондықтан өздерін сала алады деп ойлаймын. Оппаны механизм айтайын, қайттан айтайын. Так, бізге қазір былайынан жүргізу керек. Былай. Былай. Артына редстоун жүргізу үшін. Сосын қазір үстіне наблюдатель қоя саламыз. Так, наблюдатель. Сен любой жерге қоя берді, наблюдательді ештеңе етпес. Любой жерден қоя берсенде де болады. Так, мына жақтан тағы да істеп шығу керек. Өйткені төменірек болып кеткен сияқты да. Төменірек. Сендер білмейді жасындырын, кеулер біледі, кеулер білмейді. Сондықтан сіздерге былай енді басын көрсетіп кетейін. Енді оформлениесін ар жағымен өзім айналасам. Так, мына жерге қоймаңдар. Жоқ. Мына жерге қой. Мәссаған. Мен андай не деп ойлаптым, қайтейді. Андай стрелкасыз управление тұрған шығар деп ойлап тұрмын. Қайтейді шатасып. Так, енді типа осындай. Қазір бізге тростник керек. Тростник мына жақтан жинап алайық. Тростникті бізге 8 жарайды. Өйткені ана жақта 8 ғой да. 8 жарайтын сияқты. Енді просто былай салып кетейік қазір. Так, ұйықтап ал бірінші. Уже 20 минуттай болып қалған сияқты да. 20 минуттай болып қалды. Так, бірінші ұйықтап алайық. Енді қазір мен түннің уақытына түсіріп жатырмын. Сондықтан достар кішкене активность жоқ. Сондықтан өйтпеңіздер достар. Так, бізге қазір не керек? Так. Мына жақты жауа сал. Бізге рычаг керек қазір. Рычаг керек. 1, 2. Екеуі жарайды. Енді былайынан ал керек емес қазір. Тростник қайда? Тростник. Былайынан. Все. Енді кеттік. Қондыра берейік жайлап. Қондырай берейік. Так. Былайынан. Так. Былай. Так, былай. Енді қасушайық, мына жердің астын кішкене әдемі қылайық. Айналасын. Әдемі қылайық. Бір тастан бастадық па, сол таспен бітіруіміз керек қой енді. Так, былай. Осылай қойып шығасыздар. Қазір мына жерге енді рельстер кетеді. Сіздерге советім, жалпы мынаны полностью жауып тастаңыздар. Мен тек қана просто былай көз үшін көрсетіп жатырмын, соның бәрін. Сондықтан достар, не айтатын? Сондықтан өздерін ар жаққа жалғастырып жүріңіз. Сондықтан что за фигня, түнде уже не айтарын білмей жатырмын мына жақта. Сондықтан өйтпеңіздер достар, тағы да өйтпеңіздер. Так, былай. Енді қызықты болып жатыр деп ойлаймын достар. Сондықтан лайк басып кетіңдер. Айтпақшы, лайк басуды ұмытпаңдар. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сосын көп сериялар шығады деп уәде беремін сендерге. Так, былайынан. Так, былайынан. Жалпы ортасына бір любой рельс қойып қойуға керек, басқа рельс. Бірақ енді мен дейтін, қазір просто көз үшін. Так, типа былай жүре береді бізде. Сосын біздің тростник былай өскенде. Так, биік болып кетті. Мынау биік болып кетті, мынаны түсіру керек бізде. Слишком биік болып кетті бізде. Мана ең басында дұрыс етті. Ең басындағы дұрыс ет жалпы. Так, былай сындыр. Бәсе өзім көзіме бір тілі көрініп тұр. Так, бәсе биік болып кеткен екен ғой, биік болып кеткен. Так, енді мынаны былайынан сындырамыз қазір. Так, былай. Поршень қойып шығамыз мына жерге. Так, поршень. Қазір стекломен жауып шығу керек та сосын. Так, мына жерге бізге наблюдатель. Сосын әрине редстоун жүргіземіз. Редстоун. Типа қазір как сидем, қалай жұмыс жасайды. Так, бізде мына қалып кетті ау деймін да.
Так, жоқ, қайда енді? Өзіміздің инвентарда, өзіміздің инвентарда тұр екен. Так, былайынан аламыз да, қазір типа мынандай болады екен. Типа мына жерге 3-ке көшкеннен кейін осындай қылып қиып тастайды. Типа осындай механизм. Так, мына жаққа келеді, сосын міне көріп тұрсыздар. Енді жайлап жауып тастайық айналасын. Заттар жетпейтін сияқты, бірақ сонда да жаууға тырысайық. Так, енді мына жұмыспен айтқандай видеодан тыс айналысам, сондықтан достар, келесі серияда көресіздер несің полностью дайын түрін. Енді сіздерге бастамасын көрсеттім, механизмнің басын. Енді достар, серия көп жалғасып кеткен сияқты, сондықтан достар, сіздермен қоштасатын да уақыт келген сияқты. Бүгін енді онша маңызды емес бөлім шыққан сияқты меніңше. Енді не болса да көптен бері шыққан серия. Достар, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сосын әрине каналға тіркеліп кетіңдер. Достар, келесі бөлімдерде кездескенше қош сау болыңыздар.